Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз соғыс жылдарындағы Қазақстан. Оқу мақсаты хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының қызметтік жазбалардың құрылымы мен рәсімделу арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Мәтін құрылымын сақтай отырып, практиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазу. Тыңдалым. Мәтіні соғыс жылдарындағы Қазақстан. 1941 жылдың 22 маусым күні таңғы сағат 4 шамасында Германия әскері Кеңес одағының батыс шекарасына басқыншылық шабуыл жасады. Соғыс туралы хабар қазақ даласына тез тарады. Қазақстандық ұл-қыздар соғыстың алғашқы күндерінде қолдарына қару алды. Майдан даласына аттанды. Республика бойынша 2 миллионнан астам адам әскери даярлықтан өтті. Соғыстың алғашқы кезеңінде 14 атқыштар және атты әскер дивизиясы 6 бригада құрылып майданға жіберілді. Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан және Қырғызстаннан шақырылған жігіттерден 316 атқыштар дивизиясы құрылып, оның командирі болып генерал Панфилов тағайындалды. Қазақстандықтар партизандық қозғалысқа да белсене қатысты. Украинаның партизандық құрамалары мен отрядтарында 1500, Ленинград облысында 220-дан астам қазақ жігіттер соғысқан. Белоруссияның әртүрлі аудандарында әрекет еткен 65 партизандық бригадада 1500-ден аса қазақстандық болған. 1945 жылы соғыс жеңіспен аяқталды. Партизан қозғалысына қатысқан, барлық соғысқа қатысқан даңқты қазақ жігіттерінің есімдері бүгінде зор құрметке ие. Бұл тыңдалым мәтіннің оқу мақсатына қарай ерекшелігіне тоқталсақ, соғыс жылдарындағы Қазақстан тақырыбындағы шағын хроника хабар айтылды. Құрылым мен рәсімделу арқылы жанрлық ерекшелігін ажыратсақ, публицистикалық мақала. Мұнда берілген хроникалық хабарламада тарихи оқиғаны реттілікпен жүйелеп баяндайды. Графиктік мәтін сызба түрінде берілген соғыс жылдарындағы Қазақстан тақырыбындағы мәтін. Бұған сызбаға назар аударсақ, Қазақстаннан 1.196.164 адам әскер қатарына алынғаны, Кеңес одағы бойынша 27 миллион адам опат болып, соның ішінде 13% қазақ болғандығы. Қазақстаннан 497, кей деректерде 520 адам Кеңес одағының батыраттары алғандығы. Семей қаласынан 107 мыңдай адам аттанған, 44 мыңы соғыстан оралғандық. Бүгінгі күнде 29 ардагеріміз ортамызда. Яғни 2023 жылдың сәуір айында 29 ардагеріміз бар екен. Семей қаласында соғысқа аттанған адамдар және соғыстан оралмаған адамдар бүгінгі ардагерлеріміз жайлы мәліметті Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінің ерлік пен еңбек даңқ бөлімінен алдық. Енді соғыс жылдарындағы Қазақстан тақырыбында графиктік сызба мәтін берілді. Осы сызба графиктік мәтін сипаттап жазуымыз керек. Ол үшін бірінші қадам жалпы кіріспе бөлім соғысқа аттанған қазақстандықтар жайлы жазамыз. Екінші қадам негізгі бөлім қандай майдандарда соғысқаны жайлы. Үшінші қадам негізгі бөлімнің бірі Семей қаласынан қаншадан соғысқа аттанды, айбынды ардагерлеріміз жайлы. Төртінші қадам Кеңес одағының батырлары жайлы жазамыз. Негізгі бөлім. Бесінші қадам ешкімде еш нәрседе ұмытылмайды ардагерге тағзым, бұл қорытынды бөлім болады екен. Міне өстіп жаңағы сызба түрінде берілген графиктік мәтінді сипаттап жазады екенбіз. Біз бұғанға дейін де бірнеше граффити мәтіндермен жұмыс істегенбіз, сондықтан бұны сипаттап жазу бізге қиындық келтірмейді. Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінің ерлік пен еңбек даңқ бөлімінен алынған бірнеше фотосуреттерді ұсынып отырмын. Мұнда оң уақытта екінші отырған Ахмеров Ғабдулғазиз Гайнудинович, үшінші отырған Колунин Петр Михайлович, төртінші тұрған музей қызметкері Меруерт Маратқызы Ерғалиева,
жеке суретте ортада Червинский Михаил Гавриловичтің фотосуреті берілген. Параграф 7 оқылу мәтіні 142 бет, бірінші тапсырма, мәтінді мұқият оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Мұнда 142 бетте оқылу мәтіні беріліп тұр, бірінші тапсырма, мәтінді мұқият оқып, негізгі ойды анықтайсыңдар. Кері байланыс тапсырмасы 143 бет, 5-ші тапсырма, газет, журналдар мен энциклопедияны немесе интернет желісін пайдаланып, майдангер ақын жазушылардың бірі туралы ой толғау жазыңдар. Яғни сендердің ең басты назар аударатындарың өздеріңнің әдебиеттен немесе әдебиеттен тысқары жерлерде оқыған ақын жазушылардың бірі туралы ой толғау жазасыңдар. 143 бет, 5-ші тапсырма, кері байланыс үшін беріп отырмын. Мұнда газет, журнал, энциклопедия немесе интернет желісін пайдаланасыңдар. Мысалы, біздің мектебіміздің түлегі Қасым Аманжолов туралы жазуға болады. Немесе біз оқыған Қасым Қайсенов туралы алуға болады. Бұл енді сендердің өздерінің еріктерінде балалар кері байланыс тапсырмасын орындайсыңдар. Кері байланыс тапсырмасын күнделік кезек немесе электронды почта, WhatsApp желісі арқылы қайсысы сендердің өздеріңе ыңғайлы, сол бойынша жіберулеріңе болады. Кері байланыстың тапсырмасы түсінікті деп ойлаймын балалар. Сендер бүгінгі күнде газет, журналдар, егер ол табылмағанда энциклопедияны, егер энциклопедияны табылмаған жағдайда интернет желісін сендер пайдаланып, майдангер ақын жазушылардың бірі туралы ой толғау жазады екенсіңдер. Ой толғаудың графиктік мәтінді сипаттап жазуда кіріспе негізгі қорытынды бөлім болатынын білдіңдер. Міне осы ретте сендер де мына ой толғау жазғанда пайдаланасыңдар. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.